9-шы тарауда не жөнінде айтылатынын оқып шығып өздерің білесіңдер. Қара көже, қарашы мынаған. Мұны қайдан алдың? Тамаша малақай болмай ма? Сұлтанның қолындағы көк қара көл аспаннан түсті ме? Қайдан пайда бола қалды? Ұстап көрсем жібектей мап-майда, елеуінде мін жоқ, ақ қағаздай. Ей, мұны қайдан алдың? Құдай берді. Егер Құдай тағала пендесіне бірдеңе бере қалғандай болса, ондай мейірімділігін сұлтаннан бастай қоймас. Жөніңді айтшы, бұл қайдан пайда болды? Өзі ұнайма саған? Әдемі екен. Сұлтекең оны бұны затпен әуестенбейді. Оны сен біліп қой. Кенет алдымыздағы өзекшеде атын жаяу жетелеп, қой жайып тұрған қойшы көрінді. Сұлтекең менің қолымдағы қара көлді жалма-жан жұлып алды да, артындағы былғары сөмкеге сүңгітіп жіберді. Дымың ішінде болсын, қара көже. Лып етіп қауіп көлеңкесі жүгірді менің көңілімде. Мына қу мұны әлгі үйден жымқырып кеткеннен сау ма екен? Қойшы соқпақ жолдың дәл үстінде тұр екен. Жақындап келіп байқадық. Бүйрек бет, шоқша сақал, орта жастағы адам. Басында күнге күйіп көнерген ақ қалпағы бар. Салам алейкум, қария. Уалейкум салам. Балалар, оттарың бар ма? Сұлтан қалтасынан сіріңке алып ұсынды. Шалдың жуан етіп орап қалпағының бүкпесіне тығып қойған дайын шылымы бар екен. Соны жалма-жан тұтатты да, қомағайланып сорып-сорып жіберіп, демін бірақ күрсініп шығарды. Жетісіп қалдым ғой, көсеген көгергірлер. Сіріңкем таусылып қап, бағанадан бері қаңсып тұр едім. Қай колхоздың балалары боласыңдар? Сұлтан мені шынтағымен түртіп қалды да, Калининнің балаларымыз, деп өтірікті соғып қалды. Мен таң тамашамын. Неге өтірік айтады? Өзіміздің жаңа өмірді неге атамайды? Былайырақ шыққан соң сұлтаннан, «Өй, Калининнің балаларымыз дегенің не? Неге өтірік алдайсың?» деп сұрадым. «Ей, ақымақ қара көже, қайдан білдің? Мүмкін жаңағы біз қымыз ішкен үйдің қожасы Жұмағұл тап осының өзі шығар. Қара көлін жоқта біздей қалса, қуып кеп әкемізді танытпай ма? Ал енді бізді тауып көрсін, сонау Калининге барып». Менің мамам сауыншы болып істейтін 1-ші бригада кезеңді асып түскен жерде Қабанды деп аталатын ну қарағайлы жалпақ сайдың аузында екен. Бұл өзі сырттан қарағанда бүтін бір ауыл тәрізді. Бірнеше боз үй, жаппа, шатырлар аралас 10 шақты түтін шоғырлана қоныс теуіпті. Олардан оқшауырақ сырғауылдан айдап жасалған мал қора жайлары көрінеді. Төбесіне желбіреп қызыл жалау қадалған, қабырғаларына қызыл матаға жазылған ұран, плакаттар ілінген вагон қос, сірәда бригаданың кеңсесі болу керек. Соңынан білдім, бұл әрі кеңсе, әрі қызыл бұрыш екен. Өзенге таман шеткерірек тігілген бір жаппаның қасында 3 дөңгелекті мотоцикл тұр. Жүрегім дір ете қалғандай болды. Бұл тағы да Қаратай қу шығар. Дәуде болса, мынау мамамның жаппасы. Ойлағаным келді. Мамам есік алдында самаурын қайнатып жүр екен. Бізді көріп таңырқай қарап тұрып қалды. Сұлтан онымен самбырлап амандаса келіп тоқтады. «Амансыз ба, Милат татей? Балаңыз ат таппай, қара жаяу отыр екен. Міне, мінгестіріп алып келдім». Есік алдындағы мотоциклді мен бірден таныдым. Қаратайдікі. Жаппаның ашық тұрған есігінен үп-үлкен керзе етік киген аяқ көрініп жатыр. Оның да иесі сол бір адам. Көсіліп жатқан аяқ біздің дабырымызды естіп бүгіліп, жинала түсті. «Лагерге бармадың ба?» деп сұрады мамам менен. «Жоқ. Біздің мына алабөтен жүрісімізді ұнатпады-ау деймін». Мамамның қас қабағы салқын еді. Сұлтан соны аңдады ма? Түспеді. «Ертең келем, мен саған ат тауып әкелем», деді. Мақұл. Сұлтан кеткен соң мамам, «Өзіңе серік болатын адамды жаңа тапқан екенсің. Бұл сені бір күні батпаққа жығып кетер», деді. «Өз жөнімді мен өзім білем», дедім. «Иә, біліп жүрсің». Жаппаға кірдім. Төр алдында шынтақтап Қаратай жатыр. Осылай қарай жұмыста жүріп тартып отырған болу керек. Үстінде май-май көне комбинезон. Бірақ тікендей болып сояулап тұратын сақалы бүгін жып-жылмағай. Қаратай еңсесін көтеріп малдас құрып отырды. Әдетінше шекесін қасып-қасып алып, ортына күлкі қыстыра сөйлеп, менімен жыламандасып, іші бауырыма еніп барады. «Жайлауға демалайын деп келдің бе? Дұрыс болған. Мұнда қымыз мол, рахат емес пе?» деді. Үшеуміз отырып шай іштік. Шайдан соң мамам сиыр сауға дайындала бастады. Қаратай қош айтысты да мотоцикліне отырып кетіп қалды.
көк шалғынды жапыра қап-қара етіп із тастап жолсызбен зырғып бара жатқан оның соңынан мен бір қауымға дейін қарадым да тұрдым. Япыр-ау, бұл неге келе береді? Не керек оған? Бәрібір мамам оған ешқашанда күйеуге шықпайды ғой. Ал егер шыға қалса? Бұл ойым маған құбыжықтай қорқынышты. Оны басыма жолатпауға тырысам. Аулақ, аулақ, жаман ой. Мен одан да алыста, таудың ар жағында қалған Жанарды ойыма алам. Жанар. Мен Жанар деп дауыстағанда сен әуелі үннің қайдан шыққанын білмей аңтарылып тұрып қалып едің. Жайлауға қалай келіп жеткенімді айтып, Жанарға хат жазсам ба екен? Қаратай, қабаттасып ойымнан осы шықпайтын болды-ау. Бәлем, ойламайым сен жөнінде. Әдейі ойламайым. Қайтер екенсің? 10-шы тарауда. Жақсымен жолдас болсаң, жетерсің мұратқа. Жаманмен жолдас болсаң, қаларсың ұятқа. Өзінің тырнақалды прозалық туындысын шағын повесть түрінде бастап отырғанын автор бірде минутке есінен шығармайды. Сондықтан да ол әр адамның басынан күнде кешетін тұрмыстың ұсақ-түйек құбылыстарына онша жүгіне бермейді. Онда автордың бұл еңбегі мүмкін шағын повесть емес, кітап магазині полкасының белін қайыстыруға жарарлық нән романға айналар еді. Жоқ, аяз әліңді біл, құмырсқа жөніңді біл дегендей, роман жазу қайда бізге? Ол үшін құшақ-құшақ қағаз, құрығанда бірер бөтелке сия керек. Артыңды столға желімдеп тастап, айлар жылдар бойына тапжылмай отыруың шарт. Ал сосын сабаққа кім барады? Үйге берілетін тапсырмаларды кім орындайды? Бұзауды кім тауып әкеледі? Жоқ, роман жазу менің жасымда тіпті де қолай емес. Бұлар сөз арасында айтылып жатқан жайлар. Енді әңгіме желісіне қайта оралайын. Біз жайлауға келгелі табаны трактордай бір ай шамасы уақыт өтті. Өткенде көңілді өтті, желіп өтті. Соның бәрі Сұлтекеңнің арқасы. Бірде-бір күн көліксіз болып көргем жоқ. Нелер жорға жүйрік сәйгүліктерді сол тауып әкеледі. Ертте мынаны дейді, ерттейм. Кеттік дейді, ілесіп берем. Қайда барамыз деп сұрамаймын да. Не керек? Сұлтекеңнің арқасында ат мініп, асыр салып жетісіп жүрмін. Бір күні шайлауда малшылар күніне арналып ұлан асыр той болды. Той десе қу бас томалайды. Ал Сұлтан екеуміздің басымыз піскен алмадай торсиған майлы бастар. Біз қалай шыдап қалайық? Тойдың дақпыртын естігеннен бастап-ақ делебеміз қозып күтіп жүрдік. Көкпарға түсеміз деп ат жаратқан боламыз. Той болады деген күні таңертең мамам сиыр сауға кетіп, мен төсекте шынтақтап Робинзон Крузоны оқып жатыр едім. Есік алдына кеп қалған ат дүбірі сонымен қабаттасып, Сұлтанның айғайы естілді. Қара көже, бармысың? Бармын. Сұлтан аттан торс етіп секіріп түсіп үйге кіріп келді. Ой, қара басқыр, әлі жатырмысың? Сұлтан менің қолымдағы кітапқа жармасты. Осы сенің ақ қолынан кітап түспейді екен. Тасташы бұлай. Немене, бүгін той екенін ұмыттың ба? Тоқта, келген жеріңді белгілеп қояйын. Мына бір мылтық ұстаған адам ба, албасты ма? Осы бетке келіпсің. 124-ші бет. Қане, тұр жылдам. Кейін тойға барамыз. Тойды сыпаттап жатуды және артық деп санайым. Өйткені оның қалай болатынын бәрің де білесіңдер. Осы күні тойдан көп нәрсе жоқ. Мейрам күндері той, біреу қыз ұзатса той, бала туса той, жоспар артығымен орындалса той, шетелден мықты біреу келе қалса той, шетелге мықты біреу бара қалса той, артиллерияшылар күні, флот күні, ұшқыштар күні, металлшылар күні, құрылысшылар күні, физкультурашылар күні, шахтерлар күні, тағы да басқа аты аталмаған толып жатқан қастерлі күндердің бәрінде той. Құдайға шүкір, әйтеуір тойдан кенде емеспіз. Бір шеті сонау Алматы болып, қилы дәрежелі қонақтар қатысқан Зим, ЗИС, Волга, Победалар, қаздай тізілген москвичтер мен Қаратайдың мотоциклы тәрізді 3 дөңгелекті салдырлақ мотоциклдерді машина санатына қосып та отырғаным жоқ. Іргелес 2 ауданның Қарақорым малшылары түгел бас қосқан ұлы дүрмектің нағыз қызған шағы еді. Палуандар күресі болып жатқан. Бір кезде ортадағы той басы тағы бір соны дабыл тастады. Ендігі кезек балалардікі. Балалар күресін бастаймыз. Бағанадан бері күрескендерге қарап, делебем қозып тұр еді. Мен күресем, деп ортаға жүгіріп шықтым. Кел, жүрегіңнің оты бар бала көрінесің, деп той басы арқамнан қағып мақтап қойды. Күрес аудан мен аудан болып жүріп жатқан. Той басы қарсы жаққа дауыстады. Ұйғыр ауданы, шығарыңдар палуандарыңды.
Ұйғыр ауданы бойы сорайған, менен де өткен қап-қара қоңқақ мұрын бір баланы шығарып еді. Мына жақта тұрғандар жамырап кетті. Ой, мыналарың бала емес, жігіт қой. Қаршадай балаға жігіт шығарғандарың қалай? Өз теңін әкеліңдер. Бұл әділдік емес. Басы көзі өрттей қызарып лепіріп тұрған Тойбасы бұған құлақ аспады. Күш атасын танымайды. Қане, күресіңдер, деп қоңқақ мұрын екеумізді құшақтастыра салды. Мен іштен қайыра шалып, жығуға машық едім. Әу дегенін-ақ сол әдісіме салуға тырысып бақтым. Бірақ қоңқақ мұрынның ұзын сирақтары кестейіп анадайда жатыр. Аяғымды шолтаң-шолтаң сермегенмен жуымайды. Менің пиғылымды түсіне қойған қоңқақ мұрын аяғын онан әрмен алып қашып, денесінің бар салмағымен үстіме шойырылып жатып алды. Олай-бұлай ырғап көрсем, қозғалта алар емеспін. Ал оның бар сенгені қол күші болу керек. Мені көтеріп алып қойып қалмақ болды. Бірақ қалай тастаса да тарбиып аяғымен түсем. Кенет менің ойыма бір қулық әдіс сап ете қалды. Ылдиға таман ыңғайланып келдім де, бір жамбасыма жата қап, қоңқақ мұрынды көз ілеспейтін жылдамдықпен басымнан асыра лақтырдым. Әлгі байғұстың мұны күтпегені соншалық тартынуға мұршасы келмей қалды да, асып барып мойны астынан кеп гүрс ете түсті. Бұлт беріп үстіне қона кеттім. Халық ду ете қалды. Ой, жарайсың, міне жігіт, жасың ұзақ болсын. Тойбасы бәйгіме деп Гайдардың 2 томдық жинағын қолыма ұстата берді. 2 езуім 2 құлағымда. Көңілім тасып, әлгіндегі орныма қарай жөнеле бердім. Тойбасы айғайын салып, күреске басқа балаларды шақырып жатыр. Кенет өкпе тұсындағы иін тірескен халықтан маған қарай ақ қалпақты біреу жүгіре шығып келеді. Мен оған мән бере де қоймап едім. Әлгі келген бетте білегімен шап беріп ұстай алды. А, залым бала, қолға түстің бе? Басқа ештеңе деместен ісміз жоқ, әлгі мені қаңбақтай ұшырып сүйреп әкетіп барады. Бет жүзі әйтеуір бір таныс адам секілді. Бірақ қайда көргенімді жөпілдемеде есіме түсіре алмадым. Не керек сізге? Топтың сыртына шыққаннан кейін шоқша сақалы ашудан дір-дір етіп, тістеніп, әлгі мені алқымнан қылғындыра ұстап, сілкіп-сілкіп жіберді. Мойныңды үзіп жіберейін бе? Баламды алдап қымызымды рәсуа етіп ішкендерімен қоймай, қара көлімді неге ұрлайсыңдар? Арқамнан таспа қасырғанап түскендей дір ете қалдым. Көзінен ашу шытынап тұрған ақ қалпақтыны енді таныдым. Бұл анада бізден шылым тұтатып тартатын жол үстінде кездескен қойшы еді. Ақсақал, қара көліңізді мен алған жоқпын, дедім жалынышты үнмен. Енді кім алды? Мына масқара уақиғадан мен өзімді дереу ақтап алуым керек болды. Шынымды айттым. Қасымдағы бала алыпты. Ол қайда? Ол кім дегеннің баласы? Деп әкіреңдейді шоқша сақал. Сұлтан деген бала, ана жерде тұр. Шоқша сақалды ертіп әлгінде Сұлтан екеуміз тұрған жерге келдім. Жоқ, Сұлтаным зым-зия зытып отырған түрі бар. Қайда? Қане? Әлгінде осы арада тұрған. Сол арадағы бірталай әуесқой жұрт не болды? Бұл не істеді? Деп күресті қойып бізге назар аудара бастады. Өлімнен ұят күшті дегенде не істерімді білмеймін. Сұлтан! Ей, Сұлтан! Деп дауыстаймын. Кенет біреудің Сұлтан әне, атына мініп зытқалы жатыр, деген үні саңқ ете қалды. Ол нұсқаған жаққа жалт бұрылып қарасам, Сұлтекең ат үстіне қонып та қалған екен. Сұлтан! Деп айғайлап жібердім. Бірақ ол тыңдамады. Атына қамшыны бір басып, тік төмен қарай құйғытып тартып отырды. Кетті, әне кетті, дедім шоқша сақалға. Қап! Баяндалған уақиғадан кейін менің қандай халге түскенімді сезіп отырған боларсыңдар. Тойға мамам да барып еді. Абырой болғанда шаршы топтың алдында жалғыз ұлының қандай масқараға душарланғанын ол көре қойған жоқ. Ол кезде мамам әртістер ойын қойып жатқан жақта болатын. Кірмегенім қара жер, өзім өз болғалы еңсем мұндай түсіп көрмеген шығар. Той думан жайына қалды. Ұрудай сусып келіп атыма міндім де Сұлтанның соңынан тартып отырдым. Мен қазір Сұлтанды көзіме көріне қалса, жеп қойғалы келе жатырмын. Оның опасыздық қылығына қалай ыза болмайын? Қолмен істеген нәрсесін мойнымен көтеруге жарамау ер адам үшін еткен пасықтық. Мен Сұлтанның мұншалық жаны тәтті, жарғанат екенін біле қойған жоқ едім. Жақсымен жолдас болсаң, жетерсің мұратқа, жаманмен жолдас болсаң, қаларсың ұятқа, деп қазақ атам осындайдан айтқан екен ғой. Жүгірген бойда жылқылы ауылға келдім. Сұлтанның өзі түгіл,
Ізі де жоқ. Одан өзіміздің фермаға келдім. Мұнда да тырс еткен пенде көрінбейді. Жұрттың бәрі тойда жүр. Атымды мамағашқа байладым да жаппаға кіріп сұлай кеттім. Ех, шіркін өмір, неткен қызық нәрсе едің. Біресе шаттандырып күлдіресің, біресе бүлдіресің. Соның бәріне адам өзі кінәлі. Мазасыз ой тепкісінде басым қатып жатып, қалғып кеткен екенмін. Ей, шық бері! Деген қаһарлы дауыстан селк етіп шошып ояндым. Атып шықсам, сұлтанның әкесі сүгір жылқышы келіп тұр. Астында түйедей қызыл ат, білегінде іліп алған құрығы бар. Сұлтан қайда? Білмейм. Неге білмейсің? Ой, алаяқ немелер, бірін-бірі тануын бұлардың. Сүгір мені домбытып қойғысы келді ме, жоқ әлде шынымен ұрмақ болды ма? Атын тебініп, қамшысын тік көтеріп ұмтыла берді. Жалт беріп жаппаға қайта сүңгіп кеттім. Ойнақшыған қызыл ат жаппаны омыраумен қағып, енді бір тебінсе, тіпті басып, таптап өтуден тайынар емес. Сүгір босағаны қамшысымен сарт еткізіп бір тартып қалды. Ерін алда қоя бер ана атты. Маған берген бұйрығын сүгір өзі орындады. Мамағашта байлаулы тұрған аттың ерін алды да, анадай жерге тарс еткізіп тоқымын шашып лақтырып тастады. Содан соң аттың жүгенін сыпырды да сауырға бірді салып айдап жіберді. Еркіндік алып, рақатқа батқан ат құйрығын желбірете тігіп, пырт-пырт жел шығарып қуана кісінеп, ойнақтап тартып отыр. Қарына ілген құрығы жер сызып, оның соңынан алды-артына қарамастан сүгір жосылтып жөнелді. Жығылған үстіне жұдырық, сығырданымды қайнатқан сұлтанның қылығына мынау қосымша болды. Қара жаяу қалды деген осы. Мамама сыр бермейін деп, ер тоқымды әкеп, босағаға жиып қойдым. Кешқұрым мамамдар келді. Ол әлі де ештеңе сезе қоймаса керек. Сендер неге ерте кетіп қалдыңдар? Деп сұрады. Шаршадық. Шаршаған соң кетіп қалдық. 11-ші тарауда. Менің ауылға қайтқан сапарым баяндалады. Ойламаған жерден жайлау қызығы осылайша тамам болды. Мұнда көліксіз күнің күн емес, серіксіз одан да жаман. Қожакен соның екеуінен де жұрдай болды. Бірер күн ферма басында боламын деп, зерігуден ішім жарлы бөліп кете жаздадым. Бар бітіргенім бір ғана жауынгерлік листок шығарып бердім. Оның өзін парторг оқып көріп, түкке жаратпай тастады. Кілең өлең сқақпен толтырып жіберіпсіңдер. Маңызды бірде-бір саяси мақала жоқ. Осы да газет пе деп, парша-паршамызды шығарып сынады. Газет деп, ана 2-ші бригаданың газетін айтыңдар. Барып оқып көріңдерші. Міне, жауынгерлік листокты солай шығару керек. Солардың үлгі алыңдар, деді. Парторг кеткеннен кейін мен әдейі ол мақтаған газетті көрмекке 2-ші бригадаға бардым. Сөйтсем, олар бүйтіпті. Социалистік Қазақстанның мал шаруашылығын өркендете берейік деген бас мақаласын алыпты да, бастан аяқ сықпыртып түгел көшіріп жазыпты. Оның соңында редколлегия мүшелері деп 3 адамның фамилиясы тұр. Одан төменгі бұрышта пошта жәшігінің суреті салынып, жолдастар, қанша ескертсе де бірде-біреулеріңіз мақала бермейсіңдер. Келесі нөмірлерімізге мақала беріңіздер деген сөз жазылған. Одан төменірек газетті бекіткен кнопка. Міне бұдан басқа мен ештеңе де көре алған жоқпын. Парторгке осы газеттің соншалықты несі ұнағанын мен әрине біле бермеймін. Ал менің ойымша, біздің газет бұл газеттен 10 есе артық. Бұл әрине менің өз пікірім, ал парторгтың пікірі әлгідей. Мен бұған таңдана да қоймайым. Өйткені пікір қайшылығынсыз ешбір ақиқаттың беті ашылуы мүмкін емес деген сөзді бір ақылды кітаптан өз көзімен оқығаным бар. Нақты қай кітаптан оқығанымды ұмытып қалыппын. Ол үшін оқушыдан кешірім сұрайым. Бір кеште мамам: балам, босқа сеңделмей ауылға қайт. Ана өзге балалар қатарлы колхозда жұмыс істе. Осы қыдыруың жетеді, деген сөз айтты. Өзім де қайтам, дедім мен. Ертесінде өзіміздің колхоздың 2 тонналық бір машинасы жем алып келе қалған екен. Шофері Қайыпжан дейтін ақ көңіл жақсы жігіт. Соның қасына кабинаға отырып, жайлаумен қош айтысып, тартып отырдым. Жұпар атқан кең жазықтың төсінде жұмсақ қара жолмен жүрдек машина барынша зырлап келе жатқанда, шіркін, ұшқыр қиял тұғырында тоқырап қала алмайды-ау. Қанатын қағып-қағып жіберіп, дауылпаздай шарқ ұрып, ол да самға ұшады. О, атамекенім, қазақ жері, сенің шет-шегіңе қиялдан өзге не жетіп үлгереді?
Сол алып өлкеңнің бір пұшпағын ыстық көзбен, бар адал сезіммен аймалап, елеусіз бір перзентің мен келе жатырмын. Мынау асқар тау, жасылы жазық, мөлдір өзен, қалықтаған анау ақша бұлттар, тұнық аспан, осының бәрін егер құшағым жетсе, ең қымбат аяулы анамдай аймалап құшар едім, сүйер едім. Япырай, неге сонша ыстық болдың, туған жер? Мен табиғатты сүйем. Мен шынайы поэзияны сүйем. Абай мен Қасымды қанша оқысам да, менің сусыным қанбай. Қайталап оқи бергім келет. Мен Құрманғазы мен Дәулеткерейдің күйлерін тыңдағанда, өзімді өзім ұмытып кетем. Махамбет жырының әр сөзінің астынан дүрсілдеген ат дүбірін, қарш-құрш сілтескен найза қылыш үндерін естігендей болам. О, қасиетіңнен айналайын, қазақ жері! Осының бәрі сенің топырағында өсіп өнген кереметтер емес пе? Машина жолы кезеңнен біздің ауылға қарай тура аса алмайды. Тұзкөлді айналып жүреді. Бұл төте жолда емес, әлде қайда ұзақ. Бірақ жүрдек машина жер апшысын қуырып шыдатар емес. Әлгінде ғана мұнартып көз ұшында көрінген қара тұмсық енді міне сырғанап артта қалып барады. Жол шетіндегі телеграф бағаналары бірін-бірі қуалап қарсы жүгіріп келе жатқандай болады. Әне, алдан Тұзкөл көрінді жалтырап. Қара жол соның сортаң жиегімен өтеді. Бір мезетте көлде сырғып кейін қалды. Жол қасқайып шығысқа қарай тура тартты. Спидометрдің қылт-қылт еткен жебесі шұғыл қойысып 50-ге тақап барды. Одан да асыңқырап 60-ты шоғыр-шоқмас болып дірілдеп тұр. Кенет бір белеске көтеріле беріп, Қайыпжан машина маңдайын жолсызбен тауға қарай бұрды. Аға, қайда барамыз? Мынау сайда шөпші балалар бар. Соларды ауылға алып кетеміз, деді Қайыпжан. Бұл сөз менің жаныма онша жайлы тие қойған жоқ. Майқанова да осында болу керек. Жантас та. Менің оларды қазір көргім, дұрысырақ айтқанда, оларға көрінгім келмейді. Анада олар бәрі шөпке кетіп бара жатқанда, менің бармай қалғаным оқушыға мәлім. Майқанова мені көрісімен мүйіздеп ала жөнелуі айқын, бірақ амалым қанша? Машина менің билігімде емес. Ех, жалған! Бір басыңа бір машинаң болмаған соң, құрысынды. Тау сағасына жете бергенде, алдымызда Сарқырама шағын өзеншенің бойында бір боз үй және бір ақ шатыр көрінді. Боз үйдің төбесінде кішірек қызыл жалау желбіреп тұр. Индиялықтар тәрізденіп, қара қайыстай болып күнге күйген бір топ бала волейбол ойнап жүр. Машина қостың деңгейіне келіп тоқтады. Өзен арнасы теңкиген қойтастарға толы, шұңғыл ет. Көпір көрінбейді. Қайыпжан машинадан шығып, «Әй, балалар, мынадан қалай өтуге болады?» деп дауыстады. Бір топ бала бері су бойына жүгіріп келді. Бұлардың ішінде биыл 7-шіні бітірген атақты палуан Батырбек, менімен бірге оқитын отряд советінің председателі болған Темір бар еді. Әне, Жантас қу жүгіріп келе жатыр. Газеттен пилотка жасап киіп алыпты. «Өткел төменде қалды, бұл арадан өте алмайсыз», деп шуласты балалар. «Олай болса, жығыңдар үйлеріңді. Бері тасып әкеліп тиеңдер машинаға». Батырбек балаларға бригадир екен. Жалаңаш білегіне қызыл шүберек байлаған бір балаға ол «Кезекші, бригаданы сапқа тұрғыз», деп команда берді. Кезекші жүгіріп шатырға кіріп кетті де, күнге шағылысқан аппақ горынды құйқылжытып ойнап, қайта шықты. Сол-ақ екен, доп ойнап жүрген балалар ойындарын дереу доғарып, әп-сәтте шатыр алдындағы сыдықшаны бойлап сап түзей қалды. Өз көзіме өзім сенбегендей мен таң тамашамын. Тәртіп деп осыны айт. Құдды әскер тәрізді. «Жолдас бригадир, бригада мүшелері сіздің бұйрығыңыз бойынша сапқа тұрды», деп кезекші Батырбектің алдында қаздайып рапорт беріп тұр. Балалар жапырлап киіз үйді, шатырды жығып жинай бастады. Мен болсам, кабинаның есігіне жабыса түсіп, ешкімнің көзіне шалынбауға тырысып, мықшиып отырмын. Бас аяғы бірнеше минуттың ішінде ғана көз алдымда болған әлгі әсерлі көріністер бір жағынан бойымды шымырлатып, делебемді қоздырса, екіншіден өкіндіреді. Қап, анада жайлауға барғанша, осылармен бірге шөп шабысқа неге келмедім? Балалар әлде қайдан жалпақ бір қалың тақтай тауып әкеліп, арнаға көпір етіп салды да, соның үстімен жүкті тасый бастады. Өзгеден бұрын мені Жантас қу байқап қалды. «Сен қайдан жүрсің, дезертир? Шаруаң қанша?» Абырой болғанда мұғалімдерден мұнда ешкім жоқ екен. Майқанова ертемен ауылға кетіп қалыпты. Әп-сәтте жүк тиеліп болды. Рюкзактарын арқалап, улап-шулап балалар машинаға мінді.
Кабинадағы орнымды аспаз қыздарға беріп, мен де кузовқа шықтым. Машина жайлап бұрылып, әлгінде келген ізімен төменгі жолға қарай тартып отырды. Ауылға індетіп, думандатып келіп кірді. Колхоз кеңсесінің алдында ішінде артель председателі бар бірнеше адам бізге қарап әңгімелесіп тұр екен. Машина солардың қасына келіп тоқтады. Сабырбаев, председатель, қолын шаттана көтеріп, еңбеккерлерім, амансыңдар ма? Деп жарқын қарсы алды. Бұл өлкедегі жұрттан өзгешелеу, күзеген байталдай шұнтиып киінген шетен қалпақты ашаң қара торы жігіт мойнындағы фотоаппаратын оңтайлап қарбаласып жатыр. Балалар, машинадан түспей тұра тұрыңдар. Айналадағы бірі өзі тіленіп суретке түсіргелі жатса, аяймыз ба тұмсықты? Мен кузовтың орта шенінде едім, кимелеп алға қарай шықтым да тұра қалдым қасқайып. Бейтаныс жігіт бір емес, екі рет шырт еткізіп суретке түсіріп алды. 12-ші тарауда Жанар сені сағындым дейтін өлеңнің дүниеге келу тарихы айтылады. Жол бойы менің ойымнан Жанар шықпады. Мен оны көрмегенме бір ай емес, көп уақыт өткен тәрізді. Қазір ол қайда екен? Үйінде ме екен? Жоқ әлде екінші кезектегі лагерге кетті ме екен? Машинадан түскен бойда мен әдейі орағытып, Жанар үйі тұрған көшемен өттім. Міне олардың үйі. Қоражайдың төңірегін қаулап өскен қалақай алабота басып кетіпті. Қақпаның маңдайшасында бірнеше суық торғай қонақтап жырлап отыр. Тырс еткен пенде жоқ, жым-жырт. Қораның сырт жағын айналып көз тастадым. Еске құлып салынбаған. Қабырғаға шапталған жас тезектер бұл үйдегі қытымыр қара кемпірдің осында екенін баяндап тұр. Кенет құлағымның дәл түбінен «Кімді іздеп жүрсің?» деген суығын саңқ ете қалды. Жалт қарадым. Жантас қу. Жүрегім су етіп сасып қалдым. «Не қыласың?» деген сөз аузымнан абайсыз шығып кетті. Жантастың бір иығында ауыр рюкзак. Қағаз пилотканың астынан қоңыр көздері жылт-жылт етеді. Көнтиіп жарылып кеткен еріндерін жалап қойып, «Сағынып қалдың ба?» дейді. «Кімді? Нені?» деп Жантасқа айбаттана бұрылдым. Жантас қу саусағын жебеп тайқи берді. Білем, кімді қарап тұрғаныңды. Білсең біле бер. Ох, бұл сөзді мен қалай батыл айтып салдым десеңші. Қайын мағынада айтқанымды аңдап, өзім селк ете қалғандай болдым. Не болса сол болсын, мұным ерлік болды. Мейлі, Жантас қуға сол керек. Соңынан білдім, Жанар ауылда жоқ екен, лагерге кетіпті. Лазыған далада жалғыз қалғандай болдым. Екі иімнен зіл батпан көңілсіздік басты. Түн. Төргі бөлмеде өлең дәптерімді алдыма жайып қойып, жападан жалғыз өзім отырмын. Бірнеше жынды көбелек құлдыраңдап айнала ұшып, шамның шымсына соғылды. «Келші бермен, шабытым, қайдасың?» Кеудем толы сезімді сүйкетейін жыр етіп. Бүгінгі жырымның тақырыбы Жанар. Жол ортасына әдемілеп, «Жанар, сені сағындым» деп жазып қойдым. Бірінші шумақ көкейімде күндізден сайрап жүреді, мөлдіреп түсе қалды заматта. «Жанар, сені сағындым. Келші тезірек, жатпай тұрмай ойлаймын. Іші бауырым елжіреп». Бірнеше қайталап оқим. Жаман шықпаған тәрізді. Мүмкін көркемдігі пәлендей жүйрік бола қоймас, бірақ шындық бар, сезім бар. Әлден көптен қолыма қалам ұстамағандықтан кеудем жырға толып кеткен бе, әлде Жанарға деген сағыныш сезімнің тасқындап құйылған түрі осы болды ма? Шүпілдеген екі бет өлеңді тапжылмастан ешбір қиналыссыз жазып тастадым. Өте-мөте сәтті шыққаны соңғы қорытынды шумағы болды. «Жанар, сендей жан тумас, туса туар аратылмас. Бір өзіңнен басқаға сағынышым айтылмас». Шіркін-ай, мойын қалған жұмысını тындырып тастап, рахатқа бататын кездеріңде болады-ау. Сондай бір жетіскен халде орнымнан түрегелдім. Сағатқа қарасам, 11 болып қалыпты. Ұйықтайтын уақытым болған екен. Тысқа шығып келдім де жатып қалдым. Бірақ мұндайда ұйқы келе қоя ма? Жанар шықпайды ойымнан. «Мақтаншақ қожа, мен енді сені бұдан былай Мақтаншақ қожа деп атайым». Осыны айтып қолын қуана шапалақтап, Жанардың дөңгелене жөнелген кейпі көз алдыма келеді. Жаңағы оған арнап жазған өлеңім түп-түгел тілімнің ұшында тұр, жатталып қалыпты. Қараңғы үйде шалқамнан жатып алып, соңын бастан аяқ сықпыртып, мылқау фильм тәрізді үнімді шығармай тақпақ етіп айтам. «Жанар, сені сағындым». Кенет өлеңнің соңғы шумағын көкейімде
Тағы бір қайталап айта бергенімде тоқта деген бір сұрау көмейіме көлденең тұра қалғандай болды. Бұл өлең сенікі емес тәрізді ғой, дейді әлгі сұрау шүбәланып. Енді кімдікі? Ойланып көрші. Ойланам. Иә, шынында да. Кенет көзім бақырайып, тынысым бітіп қалғандай болды. Мәссаған, әкем-ау, мынауым Абай өлеңі ғой, дәл өзі. Айттым сәлем қаламқас деп басталатын Абай атамыздың өлеңі. Әркімнен ұрылап қарлап ақын болу деген менің ойым түгіл, түсіме кірмейтін сұмдық нәрсе. Өзімнің мына қылығыма төбе шашым тік тұрып кеткендей болды. Әрине, ұрлық дейді мұның атын. Жай ұрлық емес, әдеби ұрлық. Оны әлгі не деуші еді? Бірдеңе деген термині де бар. Әлгі арада ұшып түрегеліп, Абай атамнан ауысып кеткен шумақты сызып тастамақ болып тұрдым да, тағы да ойға қалдым. Бұған біріншіден дәптер былғанады, ал екіншіден Абай болса ұлы ақын. Мен тәрізді жас талапкер оның бір шумақ өлеңін кәдеге жаратқан екен. Одан ұлы ақынның шалқар мұрасы немене азайып қала ма? Мен оны бәрібір баспаға сұнып жатқан жоқпын ғой. Сондықтан тұра берсін, сызбайым. Сайып келгенде Абай кім, мен кім? Екеуміз де қазақпыз, екеуміз де ақынбыз. Ақын ақынға қарайласпасын, жерден деспесін деп еш жерде жазылмаған. 13-ші тарауда. Қызыл бұзау деп атаса да болар еді. Оқу жылы басталатын мезгіл жақындап қалды. Биыл 6-шыға барам. Орта мектепті бітіргенге дейін әлі де болса 4 емес-ау, сойылдай 5 жыл бар. Ой, қандай ұзақ. Адам болып шығу деген, ойлап отырсаң, машақат нәрсе екен ғой. Оқулықтарымның бәрін дайындап қойдым. Мамам Қайыпжан жүргізушіге ақша беріп жіберген екен. Алматыдан ол су жаңа форма келіп берді. Амандық болса 1 сентябрь күні Қожекең жарқ етіп көшеге шығады сонымен. Енді оқу жылының басталуын шыдамсыздана күтем. Адам деген қызық қой. Оқып жүргенде демалыста аңсайсың. Енді міне демалыста жүріп, оқуды сағына бастадым. Жазды күні қыс болса екен дейсің. Қыста жазды көксейсің. Бұл неліктен? Адам баласының бабын қалай табуға болады? Дегенмен, менің оқуды аңсауымда сап салмақты себеп бар. Оқу басталды деген сөз, Жанармен бірге боламын деген сөз. Айтпақшы, ұмытып барады екенмін ғой. Бүгін лагердің жабылатын күні деген. Олай болса Жанар келеді. Алақай, Жанар келеді, Жанар! Қожатай, үйдемісің? Көңілді кезімде әжеммен де болса әзілдесіп қоюға жаным құмар. Мүмкін үйде шығармын, қарап көріңіз, деймін қыздардай сызылған үнмен. Үйде болсаң, әлгі қызыл бұзауды тауып әкеп, қораға кіргізіп қойшы. Мына астықта енді олар жайлар деймісің. Егер үйде болмасам қайтем? Үйде болмасаң да бар, деп әжем шорт кеседі. Мен оның қитығына тие түсуге құмармын. Үйде болмасам қалай барам? Сіздің жұмсағаныңызды естіген жоқпын ғой. Ай, қылжақтамай бар дейм, бар деген соң. Айталық, бармадым, әже, онда не болады? Бармасаң тоқмаш жейсің. Піскен тоқмаш па, шигі тоқмаш па? Менің қылжағым тойғыза бастағандықтан әжем енді үндемейді. Бұзаулар жайылатын жаққа қарай жайлап басып келе жатырмын. Лып еткен леп жоқ, қапырық. Күннің бір шоғыстығы менің шекеме жабысып қалғандай күйдіріп, тесіп барады. Қызған жерді сипалап, басып қоям. Шошқаның жалындай сояу қайратты шашым алақаныма ып-ыстық болып басылады. Селоның шетіне шығып қалып едім. Сол кезде қарсы алдымнан шаңы бұрқыратып зырлап келе жатқан жүк машинасы көрінді. Кузовы толған бала, галстуктері желбіреп, шулап өлеңдетіп келеді. Машина жақындап келгенде таныдым. Лагерден қайтып келе жатқан өзіміздің балалар екен. Әне, анау Жанар. Маңдай шашы желбіреп, маған қарап жайлап күлімсірейді. Екі қолымды бірдей жебелеп, мәз-майрам болдым да қалдым. Сәлем, қожа! Қара көже! Қожа! Деген бірнеше дауыс қатарынан жамырап, ағызып өте шықты. Жанардың төбесін бір көргенім, өлшеусіз бақытқа кенелгенмен пара-пары болды. Машина соңынан далбақтап, тура жүгіруден өзімді өзім әзер ұстап қалдым. Осы кезде қабақтан маңқиып шығып келе жатқан өзіміздің қызыл бұзауды көрдім. Ісміз жоқ, тырағайлатып әлгіні қуа алып жөнелдім. Қолда-аяққа тұрмайтын бейне бір құйын тәріздімін. Бұзауды басып озып, жосылдып, о жағынан бір шығам, бұл жағынан бір шығам.
Не боп қалғанын түсіне алмай сасқалақтаған қызыл бұзау тасырлатып шеткі бір үйдің қорасына қойып кетті. Қызыл бұзауды одан жетелеп алып шықтым. Сол арада сап етіп басыма бір ой келе қалды. Егер де қызыл бұзау адам тілін түсінетін болса, мен оның мойнынан аймалап, алдына тізерлеп отыра қалып, өтініш жасаған болар едім. Сүйкімді қызыл бұзауым, мен қазір сені тағы да тұра қуған болайын. Сен ұстатпай қашқан бойда Жанар үйінің қорасына кіріп кет. Соңынан мен жетейін қиқулап. Содан соң абалап итүрет. Үйден Жанар жүгіріп шығады. Мен оны бір айдан бері көрген жоқпын ғой. Мен оған бірден айтармын. Ол да маған бірден айтар. Жанар мен сол арада біраз сөйлесіп, сұхбаттасып қалайын. Қызыл бұзау мұны қайдан ұқсын? Қоя берсем болды, үйге қарай безгелі тұр. Жоқ, үйді қоя тұр. Сен маған әуелі қызмет істе. Мен бұзауды ноқтасынан жетелеп, Жанардың үйінің алдына әкелдім. Ешкім қарап тұрған жоқ па деп, төңірегіме көз салам, тым тарас. Ашық тұрған қақпадан бұзауды қораға қарай айдасам, бөтен аулаға жолағысы келмейді. Сол арадан жіңішке бір шыбық тауып алдым да, сауырға аямастан осып жібердім. Шіркінге жан керек екен, төргі бұрышқа бір-ақ барып жетті. Сеулі тұрған легенді құлатып, итті абалатып, ауланың әлек-шәлегін шығарды. Ойлағаным болып, сол кезде үйден Жанар жүгіріп шықты. Адам сасқанда не айтарын білмей қалады екен ғой. Жанар, ана бұзауды бері қуып жіберші, деппін. Бұдан басқа ештеңе де айта алмадым. Иттен үркіп тырағайлап шыққан бұзаудың соңынан қуып кете бардым. 14-ші тарауда менің республика жұртшылығына қалай танылғаным жайлы айтылады. Уа, кім бар? Дауыс пошташы Көштібай қарттікі еді. Мен бар, деп жүгіріп шықтым есік алдына. Мен жыл сайын бірнеше газет журналы жаздырып алам. Қажет болса атап берейін. Пионер журналы, Қазақстан пионері, Пионер правдасы, Лениншіл жас газеттері. Ал мамам Қазақстан әйелдерін алдырады. Мен әуелгіде бұны әйелдер журналы болғаннан кейін онша менсінбейтін едім. Сөйтсем, нағыз қызық журнал сол екен. Көштібай маған Қазақстан әйелдері журналы мен Қазақстан пионері газетін ұстата берді. Басқа газеттер келген жоқ па? Жоқ. Есік алдындағы орындыққа отыра қалып, әуелі Қазақстан пионеріне көз жүгірте бастадым. Менің газеттің соңғы бетінен бастап оқитын әдетім бар. Басқалар да сөйтетін шығар деймін. Өйткені қызықты әңгіме, фельетондар, сқақ өлеңдер соңғы бетке басылады. Бұдан соң үшінші, екінші беттерге ауысам. Бұлай қарай жүрген сайын газет мазмұны қоңырлай береді. Ал бірінші бетте не жазылған тақырыбын оқып-ақ біліп алам. Осыған қарап мен газет шығарып отырған құрметті ағайлар, оқушының мүддесін ескере бермей ме деп ойлаймын. Әйтпесе газеттің ең соңғы бетіндегі материалдарды бірінші бетіне, ал бірінші беттегіні ең соңғы бетіне басса, қандай тамаша болар еді. Газетті алған бетте төңкеріп, әуреленіп жатпас едің. Қазақстан пионерінің соңғы беті мені біраз бөгеп қалды. Атым әлім С дейтін балалар жазушысының көркейген көшелер дейтін әңгімесі басылыпты. Атына қарағанда және суреттерінің аңғартуынша балалардың көшеге ағаш отырғызуы айтылатын тәрізді. Иә, маңызды тақырып, керек тақырып. Көркетейік көшені дейтін менің бұл тақырыпқа жазылған өлеңім де бар. Тағы біраз қақ өлең, жұмбақтар, Қытай халқының әзілдері басылған екен. Одан соң кейін қарай сырғып, келесі бетке, газеттің үшінші бетіне ауыстым. Жоғарыдағы бір сурет көзмен жылы ұшырап барады. Шатырлы үйдің бір пұшпағы жүк машина, кузов толған, қолдарына айыр тырма ұстаған жарқын жүзді балалар. Астындағы жазуына көз жүгірте бастадым да, орнымнан атып түрегелдім жынды адамдай. Сосын ас үйге қарай тұра жүгірдім. Әже! Әже! О, не қарағым? Қараш, газетке менің суретім шығыпты. Қараш, міне мынау ортада тұрған менмін. Міне, көрдің бе? Әжемнің көзі онша жетіңкіремейді. Қайсы? Мынау көп адам тәрізді ғой жыпырлаған. Мен мынау, ең алда тұрмын ғой қасқая қарап. Осы менмін, дәл өзім. Басқалары кім? Өзіміздің балалар. Мынау міне, Темір, мынау қолына тырма ұстаған Батырбек, мынау басы қылтиып тұрған Жантас. Көрдіңіз бе? Жаңа өмір колхозы 7 жылдық мектебінің оқушылары жазғы демалыстарында артель шаруашылығына айтулы көмек тигізді. Суретте колхоздың шөп шабу науқанында үлгілі еңбек еткен бір топ оқушы. Енді суреттің астындағы жазуды әжеме дауыстап ақырын оқып берсем де, кенет тілімді тістеп алғандай болдым.
Аяғымды ұшынан басып, сыртқа зытып отырдым. Мәссаған! Мен бұның байыбына бармай, мақтан көріп жатырмын. Ұят-ай! Қандай ұят іс болған? Шөп шабыс науқанына мен қашан қатыстым? Қашан үлгілі еңбек еттім? Өлімнен ұят күшті деп бекер айтылмаған ғой. Осы оймен қабаттасып, бетіме қаным теуіп шыққанын сезінем. Суретке қараймын, сол қалпы. Бәрін бір өзі тұндырғандай қақ ортада қас қиған баяғы қожа. Батырының ойыны түк кіріп шықсайшы. Танауы делдейіп, көріңдер мені дегендей, кеудесін алға тосып, қасындағы басқа балалардан өрескел тұр. Ай, сығыр, өзімнің де оңатын қылығым жоқ қой. Тым құрыса, бір жақ шетке таман қаға беріс тұрсамшы. Кемелеп алға шығатын не әкемнің құны бар десеңші. Қысылғаннан маңдайымнан бұрқ етіп тер шығып кетті. Енді балалар басы жантас қу болып, мені күлкі ететін болды. Кенет басында қуанышты бір ой шылт ете қалды. Алақай, ақыл табылды. Суреттің астындағы жазуын сиямен танымастай етіп өшіріп тастайым. Сонан соң құйынша зырлап, бүкіл ауылды аралап көрсетіп шығуға болады. Түу, неткен ақмақпын. Газет осы бір ғана дана болып шығып бекен. Қазір оны балалардың бәрі алып оқып жатқан шығар. Айтып айтпай не керек. Осы сурет мені талай тәлкекке жем қылды. Бірақ біраздан соң мен мойымайтын болып алдым. Балаларға, бәлем, енді мені жазда колхозда жұмыс істеген жоқпын деп айтып көріңдерші. Айта алмайсыңдар. Менің жұмыс істегеніме Қазақстан пионерінің өзі куә деп кеудемді қағам. Республика жұртшылығына мен осылай танылдым. 15-ші тарауда. Менің жантасты құйрыққа бір тебуімнің жай жапсары айтылады. Бүгін сентябрьдің 1-і. Параттағы солдаттай жаңа формамды қатып киініп, мектепке келе жатырмын. Қолымда су жаңа сары портфель, мойнымда желбіреген қызыл галстук. Кепкамның қалай тұрғаны тәуір болар екен деп, әлгінде айна алдында бір талай машақат шегіп, ақыры оң жақ шекеме таман сырғытып киіп едім. Соны байқамаққа көлеңкеме көз қиығымды салып қоям. Көлеңкем ұп-ұзын болып созыла түсіп, қалмай келе жатыр. Оның бір аяғы екінші аяғынан қысқа. Кепкамның сиқы да пәлендей әсерлі емес. Төбесі қодырайып шығып кеткен. Әне, алдымда Жанардың үйі көрінді. Жүрегім лүпілдеп бұлқына соғып кеткендей болды. Жанар мектепке кетті ме екен, кетпеді ме екен? Бұл үйдің алдынан үкімет басшылары тұрған трибунаның қасынан өткендей, кеудемді кере түсіп, сіресіп өтіп барам. Қайдан білейін, мүмкін терезеден Жанар қарап тұрған шығар. Жоқ, көз қиығымды тастап байқайым. Жанардың қарасы көрінбейді. Алдымдағы көлденең көшеден папка қолтықтаған ақ көйлекті бір қыз шыға келді. Ойламаған жерден кездескен соң абдырап қалдым. Күзге дейін кім бар, кім жоқ деп елеме кететін оқу жылының аяғы емес. Басымдағы кепкамды жұлып алып амандастым. Сәлеметсіз бе, тәтей? Қалай, Қадыров? Жақсы демалдың ба? Деп сұрады Майқанова. Ішім қып ете қалды. Қазір ол Сұлтан екеуміздің жайлаудағы масқара қылықтарымыз жайлы айтатын шығар. Жаман емес, деп күмілжідім. Сен жаздай қайда болдың? Жайлауда болдым. Бәсе, жайлаудан келгенің көрініп ақ тұр. Күнге жақсы күйіпсің. Майқанова күле сөйлеп, нағыз қара қожа енді болыпсың, деді. Деп демімді қайта шығарғандай болдым. Майқанова ештеңе сезбейтін тәрізді. Мен онымен қатарласып келе жатып, өзімнің мықтап өсіп кеткенімді байқадым. Бойым Майқанованың бойымен деңгейлесіп қалыпты. Әлде Майқанова аласарып кетті ме? Жоқ, мүмкін емес. Қайта оның қазіргі киіп келе жатқаны биік өкше туфли. Жіңішке қисық аяқтары маймаң кетіп, көйлегінің етегі сирағына оралғыштап келеді. Мектепке кірдім. 1-ші кластан бастап оқып келе жатқан осы мектеп маған туған анамдай ыстықта бауырмал. Жаңадан сырланған мұнтаздай еден. Терезе жадырап күліп тұрған тәрізді. Мынау біздің класс. Әлі ешкім келе қоймаған түрі бар. Орынды қай жерден алсам екен деп біраз ойланып тұрдым. Мұғалімнің қарсы алдына отырсам қалай болады? Жоқ, одан да ең арты тиімді. Сабақ зеріктіріп жібергенде партаны ашып қойып, кітап оқып отыруыңа немесе өлең жазуыңа болады. Бірақ әдетте артқы парталарға сабақты нашар үлгеретін балалар әуес келеді. Өзіне сенімі күштілер қасқайып алда отырады. Немене, мен солардан кеммін бе? Ең алға мұғаліммен бетпе-бет отырайын деген шешімге келдім. Менің ендігі күткенім жантастың бұл оңбағаның ат аузыма қалай түсіп кетті?
Жанардың келуі. Қасымдағы орынды оған ұсынбақпын. Сосын жыл бойы Жанар екеуміз қатар отырамыз. Балалар біртін-біртін келіп кіріп жатыр. Жанар жоқ. Есік алдынан қыздардың үні естілсе, сол шығар деп ойлап қалам. Бірақ ол болмайды. Бір кезде Жантас оңбаған кіріп келді. Оның үстінде де жаңа форма. Көрдіңдер ме дегендей аяғын ширатыла басады. Жантас қолын көтеріп, «Сәлем, еңбек еріне!» деді. Қазақстан пионеріне суретін басылғалы бері ол мені өстіп тәлкек етуді шығарған. «Қасың бос па, қара көже?» Кекесін дауыспен, «Саған сақтап отырмын», дедім. «Қамқорлығыңа рахмет», деп Жантасым елпіңдеп келеді. Партаның шетіне қарай сырғып тосқауылдай қалдым. «Бос емес». «Кім бар мұнда?» «Түсінемісің қазақша айтқанды, бос емес». «Жанарға сақтап отырмысың?» «Ал енді қымбатты оқушым, кінәласаң кінәла, кінәламасаң өзің біл». Мен өзімді бұдан әрі ұстай алмадым. Жантастың шақпа тілі бір ғана сәттің ішінде мені 3 рет түйреп үлгерді. Еңбек ері деп бір көкітті. Оның артынша қара көже деп атымды тәлкек етті. Жанарды және сөзге қыстырып отыр. Зығырданым қайнап кеткені соншалық. Орнымнан ұшып түрегелдім де Жантастың иығынан ұстап, жалт бұрып, жұмсақ жеріне әдемілеп бір тептім. Қойсаңшы, еркек болғаны құрсын да Жантастың. Маған біреу әлгінде істесе, әлім келсін келмесін сол арада қолында өлем. Сондай бір ашығандық Жантастан да шығар деп ойлап едім. Мен онда бәлемнің түте-түтесін шығарып, жеп жіберуім хақ еді. Бірақ Жантас өйтпеді. Сазарып үндемей қалды. Бар тіс жарып айтқаны, «Мен ойнап айтсам», дейді. Байғұстың дауысы да біртүрлі бейшараланып шықты. Қайрат қарсылықтан жұрдай еді. Осы кезде класқа Жанар кіріп келді. Басында маған ғажап ұнайтын қызыл береткасы. Менің онымен мынадай әбігер халде тұрып амандасуға да мұршам келмеді. Жанар орта шендегі басқа бір партаға отырғалы жатыр. Оңбаған Жантастың кесірінен жоспарым күл парша болды. 16-шы тарауда. Сұлтан екеуміздің қайта табысып татуласуымыз, Қарасудан балық аулауымыз сөз болады. Тараудың аяғы серттесумен тынады. Мен Сұлтанды жайлаудан келгелі бері көргенім жоқ. Қайда екенін білмеймін. Төңіректің 4 бұрышының Сұлтекеңе бәрі мекен, бәрі өріс. Бірді бірге ұрып жүрген болар жосылтып. «Әй, Сұлтан, Сұлтан, сенің бойыңда кісі қызғарлық өнер қабілеттер толып жатыр-ау. Асауға шалманы қалай дәл тастайсың? Неше саққа жүгіртіп, құйқылжытып, қалай тамаша ысқырасың? Бие сауғанда шөпілдетіп жібересің. Жолдасыңа қоң етіңді ойып беруден тартынбайтын батылсың да, жомартсың. Бірақ арамдығың да бар. Өтірік айтасың, ұрлық істейсің. Егер оқуды тастамасаң, әлгі айтылған лас қылықтарынан ада болсаң, сенен түбінде жаман азамат шықпас еді». Менің Сұлтан жөніндегі пікірім осындай. Сұлтанды мен жиі ойлаймын. Одан ажырасқалы бері өзімді жарты-кеш қалғандай, бірдеңем жетіспейтіндей сезінем. Ал Сұлтекеңнің қасында уақыттың қалай зымырап өткені білінбеуші еді. Бір күні мен мектептен қайтып келе жаттым. Қора бұрышын айнала бергенім сол еді. Бір ит оқыстан ыр етіп ала кеп түсті тақымымнан. Баж етіп артыма жалт бұрылдым. Қарасам, ит түгіл сайтан да жоқ. Шидің түбінен сылқ-сылқ күліп Сұлтаным шыға келеді. «Ой, мықтап бір қатырдым-ау, қара көже. Нағыз су жүректің өзі екенсің ғой. Үйге барып тезірек шалбарыңды ауыстыр». Мен Сұлтаннан мұндай көңілді келісті күтпеп едім. Шайлаудағы тойда оны Жұмағұлға ұстап бермек болған опасыздық қылығымнан кейін ол маған тісін басып жүрген шығар. Бір ыңғайын тауып, бәлем әкемді танытар ма екен деп қауіптенетін едім. Жоқ, олай емес. Бұрынғы жолдастығымыз сол бәзбайығы қаз қалпынан бұзылмағандай, қаймағы шайқалмағандай. Сұлтаным күлкіге шашалып, сықылықтап тұр. Реңінен жаулық ойлағандай ештеңе танылмай. Бұны көріп мен бойымды тез жинап ала қойдым. Сұлтанға көңілімді дық сақтап жүрген адамдай өңімді суыққа салып, «Сен менен аулақ жүр», дедім. «Не боп қалды, қара көже? Анада мені неге тастап қашып кеттің? Соның адамгершілікке жата ма?» Жоқ, қара көже, соны әлі ұмытпай жүрмісің? Жұмағұлмен мен есептестім. Оған мынау деген әдемі күміс темекі сауыт апарып бердім. Бері қара, одан да сен қазір балыққа барасың ба? Сонау жоғарыдағы Киікбайдың өткелі тұсынан ар жақтан мен ғажап бір қара су таптым. Балық деген саған өтірік, маған шын, бықып жүр. Бардық болды, сүзіп аламыз. Торың бар ма? Диірменші Иванның торын аламыз, ол менің досым. Балық аулау тәрізді жаным құмар істен
бас тарту маған қиын еді. Жарайды, мен тамақтанып алайын, дедім. Сұлтан қанжырдай бір торы атты біздің қораға кіргізіп байлап қойыпты. Соған баяғыша екі ерді ерттедік те мінгесіп алып тартып отырдық. Шіркін, рахат-ау ат үсті. Кеңсем көтеріліп, көңілім бірден гүл-гүл жайнап кеткендей болды. Жолдан диірменге соқтық. Диірменші Иван қарт сұлтанмен шұрқырап көрісті. Екеуі темекі тартысып, бір-бірінен жаңалықтар сұрасып жетісіп қалды. Сіз бізге ауыңызды беріңізші, балық аулайық деп едік, деді сұлтан. Иван ләм-мим деп бір ауыз сөз айтпады. Әне, үйдің үстінде тұр, ала бер, деді. Ауды алып ап, әрмен қарай жөнелдік. Қалың тоғайдың ішіндегі ескі сүрлеумен сыпылдатып келеміз. Кей жерлерден бөстікті үйісіп бүлдірген сабақтары ұшырасады. Сол сабақтардың ара-арасынан қып-қызыл боп маржандай жылт-жылт етіп бүлдіргеннің өзі көрініп қалады. Түсе қап теріп жегім келіп, аузымның суы құрып кетеді. Бірақ оған сұлтан көнбейді. Оның жаны балыққа жетпей жай табар емес. Сұлтан айтқан қарасу жыныс тоғайдың ішінде екен. Арнасы шұңғыл, тор салуға қолайлы. Атты анадай жерге талға байлап қойдық та, өзіміз жаяулап, аяғымыздың ұшынан басып келдік. Бықып жүрген балығы қайсы деп еңкейіп, мойнымды созып қарайым. Сол кезде сұлтан кейістеп пробка тәрізді серіппелі жағаны бір теуіп қалып еді, кілең бір ұп-ұзын қара балық өріп шыға келді. Зу-зу етіп жоғары төмен безіп-безіп барады. Ту, көбін-ай балықтың, деп айғайлап жіберіппін. Тыныш, айғайлама, деді сұлтан. Екеуміз теп-тез шешіндік те қара судың аяқ жағынан бастап сүзуге кірістік. Маған Сұлтекең бір қылтаға торды ұстатып қойды. Өзі ұзын ашабас шыбықпен судың астан кестеңін шығарып, күмпілдетіп келеді. Көтер! Ботана топан лай судың ішінен торды жалма-жан тік көтеріп алдым да, ап-ауыр күйінде көгалдың үстіне сүйретіп тастай бердім. Бірін-бірі сабалап шоршақтаған көп балық шүпірлеп үйіліп түсті. Алақай! Қара судың басы онша алыс емес. Төбешіктенген саздан шығады екен. Бас аяғы бір сағаттай уақыттың ішінде сүзе-сүзе көмейіне жеттік. Ұстаған балығымыз бір шөмеле болды. Енді міне, сұлтан екеуміз пейіштің нақ төрінен орын алғандай отты маздатып жағып тастап, жетісіп балық пісіріп жеп отырмыз. Нан, тұз, балық асып жейтін ыдыс ала келмегенімізге өкінеміз. Сұлтекең кепканы теріс айналдырып киіп алған. Бір жақ қабырғасы қап-қара болып, қарылып піскен ыстық балықты күйелеш-күйелеш ортына жөнелтіп жатып, «Қара көже, айтшы, осылай өмір сүрген жаман ба?» деді. Мен ойымдағынын айттым. Рахат, нағыз рахат. Ендеше оқу оқып не азабың бар? Таста оқуды. Онда мені мамам өлтіреді. Өлтірмей қалсын, кісі өлтіруінің оңайын-ай. Бұрнағы жылы жәкемде маған оқуды тастайтын болсаң, жота теріңнен таспа тілмесем не қылсын? Онда ек қолымды төбеме қойып беземін сенен, деп ант су ішуші еді. Сол да түк істеген жоқ қой. Белбеумен жотама ек осқанда, ойбай бүйтіп өмір сүргенше суға бөлейін, деп өзенге қарай тұра жүгіріп ем, екі көзі шарасынан шығып, өзінің зәресі ұшты. Артынан қуып жетіп құшағын алып, оқымасаң оқымай-ақ қой, әйтеуір тірі жүр қу жалғыз, деп аймалап сүйіп үйге келді. Содан бері қарай ләм деп аузын ашпайтын болды. Ал егер мамаң саған қол тигізетін болса, онда милицияның тура өзіне жүгір. Баланы ата-анасы ұрсын деген заң жоқ бізде. Бұл үшін олардың көкесін танытып жібереді. Мамам мені өлтіреді дегенім әрине жай сөзім. Мүмкін сәби кезінде ұрса ұрған шығар. Бірақ ес білгелі ол маған қол тигізіп көрген емес. Қандай реніші болса да сөзбен айтады. Қас-қабағымен білдіреді. Қымс етсе, әй, тоқмаш жейсің, тоқмаш берем деп күш көрсететін. Ол әжемнің әдеті ғой. Бірақ оның тоқмашы да жапырайған аузынан ұзап көрген емес. Оқуды тастау менің пәруайымда жоқ нәрсе. Жоқ, мен оқуды тастай алмайым, дедім үзілді-кесілді. Оның да дұрыс екен, деп иланды сұлтан. Сен оқуды тастасаң, маған ілесіп тастады деп, екеумізді бірдей қудалап пәле қылады. Оқи бер, оқудың түбіне сен ақ жет. Мүмкін кейін дырдай бастықтың бірі болып шығарсың. Сонда маған шапағатың тиер. Машинаңды бере тұрш деп барсам, қалайша бермейсің? Мен бастық болмайым, дедім. Енді кім боласың? Мен өзімнің үлкейгенде жазушы болатындығыма кәміл сенем. Бірақ тап қазір сұлтанға немесе басқа біреуге солай деп айтып көрш. Шатып кеп келеке қылады. Кім болатындығымды өзім білем.
Біраз қаужаңдап әлденіп алғаннан кейін Сұлтан екеуміз балықтарды соя бастадық. Күн кешкіріп, тоғай ішін көлеңке басып кетті. Ызыңдаған біз тұмсық сары масалар көбейді. Балықтың ішін жарып жіберген бетте Сұлтан оның торсылдағын алып, тарс еткізіп маңдайына бірді соғып қалады. Өстіп оның маңдайы сап-сары ала болып боялды. Сұлтан кенет: «Қара көже, қарақшы болғың келе ме?» деп сұрады. Қайтып: «Осы араның бір жерінен көрінбестей етіп күрке жасап аламыз. Балықты мол етіп кептіріп жайып тастаймыз. Кейде мүмкін жолға шығып кісі тонаймыз. Бұрынғы қарақшылар қайтып өмір сүрсе, біз де сөйтеміз. Біздің ыдыс-аяқ, мылтық ештеңеміз де жоқ қой. Оның бәрін үйден әкеп аламыз», деді Сұлтан. «Бұл бір керемет болар еді ғой». «Мен оқуды қайтем?» «Оқуыңды оқи бер. Біз күндіз емес, түнде қарақшылық істейміз». Сұлтанның идеясы мені қызықтырып жіберді. Иә, бұл шынында да ғажап болар еді-ау. Шіркін, бір түнде Жанарды да ұрлап әкелер едік. Ол бізге ас пісіріп, кірімізді жуып берер еді. Балықтарды сойып болғаннан кейін әдемілеп тұрып шыбыққа тіздік. Содан кейін маңайдан күрке жасайтын ыңғайлы жер іздей бастадық. Ондай ыңғайлы жер судың дәл жағасынан табыла кетті. Ит тұмсығы батпайтын жыныс көк талдың арасы. Талдың желкілдеген ұштарын шырмап, айнала тоқып тастап едік. Іші ұядай ғана әдемі қуыс пайда болды. Оның оймақтай аузынан бір кісі еңбектеп азар сияды. Үңгірге Сұлтан рахаттана қарап тұрып: «Қараш, қара көже, тамаша емес пе? Бұл арада 100 жыл тұрсаң да, төбеңнен дәл келіп түспейінше жан адам таба ала ма?» дейді. «Таба алмай қалсын. Тіпті дәл келіп түскен адамның өзі мұның асты қуыс деп еш ойламайды. Қатып кетті, өмір деп міне осыны айт. Мылтық әкелеміз. Менің келіскен финкам бар, оны әкелеміз. Эх, қара көже, өмір бойы көрмеген рахатынды көрсететін болдым-ау. Бірақ қара көже, біз мынаған келісейік. Ендігәрі бір-бірімізге жаздағыдай опатсыздық істемейік. Шын адал дос болайық. Қарақшылар бірі үшін бірі жанын қиюға тиіс. Қане, әкел қолыңды». Сұлтан екеуміз қол алыстық. Шынашақ ілмелестірдік. Сұлтан оны сол қолының алақанымен қырынан бір қойып үзді де: «Тоқта, біткен жоқ», деп шөпшек ағашпен жерге дөңгелек сыза бастады. «Бұл не?» «Бұл қызыл ошақ. Кімде-кім сертті бұзатын болса, ол дүниеде тозақта шыжғырылады». Дөңгелектің ортасын айқастыра Сұлтан сызықтар жүргізді. Сонан соң етбетінен жата қалып, сол сызықтардың түйіскен жеріне маңдайын тигізді. Бұл ырымды мен де істедім. 17-ші тарауда жан сезім құбылысының әр оқушының басында кездесуі ықтимал бір сәтті кезі сипатталады. Кешегі күні бойғы әрекеттен кейін тұяқ серіппей қатып ұйықтап қалыппын. Әжем жұлқылап оятты. «Қожа, қожатай, әкем-ау, сен бүгін сабағыңа бармаушы ма едің?» Көзімді ашып алып қабырға сағатқа қарасам, 8-ге 15-ақ минут қалған екен. Атып тұра келіп тез киіндім де, беті қолымды шай жіберіп, бір кесе айранды тікеннен тік тұрған күйде қодара салдым. Кеше титықтап келіп, сабақ қарауға мұршам болмап еді. Бүгінгі болатын пәндерді сөмкеме асығыс салып алдым да мектепке жүгірдім. Қоңырау соғылып кетіпті. Бірінші сабақ орыс тілі болатын. Анфиса Михайловна классқа жаңа кіріп барады екен. Тасырлатып жүгіріп келе жатқан мені көріп тоқтай қалды. Мұғалімдердің ішінде бұл өзі алтын адам. Былтыр біздің мектепке педучилищені бітіріп келген. Жазда барып институтқа сырттан оқуға түсіпті. «Қадыров, немене ұйықтап қалғансың ба? Тоқта, галстугыңды түзе». Омырауымды сипалап таппаған галстугым сөйтсем иығыма шығып кеткен екен. Бұрып әкеп орнына қойдым да зып беріп классқа кірдім. Балалар дүр етіп түре келді. Маған емес, әрине, артында келе жатқан оқытушыға құрмет көрсеткендері ғой. Бірақ мен оны басқаша қабылдадым. 1 секундқа кідіріп, мұрнымды көкке шүйіріп маңғаздана қалдым да қолымды кеудеме қойып тәжім еттім. Бұным балалардың құрметіне сыпайыгершілікпен қайтарылған жауап болды да шықты. Балалар ду күліп жіберді. Анфиса Михайловнаның қас-қабағын аңдамаққа артыма жалт бұрылып қарап едім, оның да күлімсіреген жүзін көрдім. «Ей, Қадыров, шығармайтының жоқ-ау» дегендей. Анфиса Михайловна жымиып, басын шайқап қойды. Адам жанын ол керемет түсінеді. Мақтанғаным емес, кластағы орыс тілін тәуір біледі дейтін оқушының бірі менмін. Өткен жылдың барлық 90-ында да бұл пәннен ауызша, жазуша ылғи 5-тік бағалар алдым.
Мұғаліміміз мені тәуір көретіндігіне мүмкін бұл да себеп шығар. Жаңа сабақты түсіндіріп болғаннан кейін ол: «Ал балалар, Пушкиннің қысқы кешін жаттап келдіңдер ғой?» деді. «Жаттап келдік. Тәтей, мен айтайыншы?» «Мен айтам. Анфиса Михайловна, менен сұраңыз!» деген дауыстар бірін-бірі баса көктеп жамырап кетті. Сендер дәл осы сәттегі Қожекеңнің халін білсеңдер етті. Менің кеше сабақ қарауға мұршам болды ма? Үйге ел орынға отыра келіп жеттік. Одан кейін Сұлтан ат тұсап келейік деп жайылымға ертіп барды. Содан соң Хасеннің Марзиясын қай жігіт айналдырып жүргенін білеміз деп, ел жатқанға дейін бостан-босқа Хасеннің үйін торуылдадық. Кім айналдырса сол айналдырсын. Бізге оның керегі қанша деймін Сұлтанға. «Керегі бар», дейді Сұлтан. «Не керегі бар?» Жауап беру орнына Сұлтан ауыр күрсінеді. «Қара көже, саған мұны түсінуге әлі ерте» дейді. «Жарайды, сен ақ түсін. Қысқы кешті жаттап келмек түгіл, мен ондай тапсырма берілгенін ұмытып та кеткен екем. Есіме мұғалім айтқанда ғана түсіп, бүйірімнің түп жағы қып ете қалды. Масқара, сұрай қалса масқара болдым-ау». Анфиса Михайловна тақтаға шақырып сұрай бастады. Әуелі Балабекова деп Жанарды атады. Жанар сабаққа дайындалмай келуші ме еді? «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя» деп бастады да, сыдыртып тоқталмай айтып шықты. «Жарайсың, Балабекова, отыр». Жарайсыңды Жанарға ішімнен мен де айтып жатырмын. Япырай, енді мені шақырып қалмаса үйгет. Жазған басым кеше осы өлеңді бір жапырақ қағазға көшіріп, балық қала кетсем ғой, ерігіп демалып отырғанда теп-тез-ақ жаттап алам. «Тұрсынбаев», деді мұғалім. Менің желкемнен қылқиып арт жағымда отыратын Жантас орнынан түрегелді. «Буря мглою», тақтаға шығып айт. «Бәрібір емес пе?» «Ох, сұмпайы Жантас, сұмпайысын қарай көр. Партаның астына кітапты ашып қойып, бір көзі мұғалімде болса, бір көзімен соны сығалап тұрмақшы ғой. Үйтіп көрген күнім құрсын да. Жантастың пасық қулығына жем бола қоятын адам Анфиса Михайловна емес. Тәртіп жұрттың бәріне бірдей. Тақтаға шығып айт» деп ол дегеннен қайтпады. Жантас мұрнын уқалап, тырып-тырып басып тақтаға шықты. «Ал енді айт». «Буря мглою», Жантас осыны айтты да жым болды. «Әрі қарай?» «Мұғалім, мен жаттамай келіп едім». «Неге жаттамадың?» «Диірменге барам деп, уақытым болмай». Анфиса Михайловна Жантасқа біраз қарап тұрды да: «Мүмкін орныңа барып айтатын шығарсың», деді. Біз ду күліп жібердік. «Отыр, Тұрсынбаев. Осымен міне екінші рет екілік бағалып отырсың. Үйге берілген тапсырманы орындамай келгеніңмен қоймай, қулыққа басып, мұғалімді алдамақ боласың. Мұның жаман. Бұдан былай мұндай қылығыңды маған көрсетпейтін бол. Білсең, білемін деп, білмесең, білмеймін деп шыныңды айт». «Сол керек, залым Жантас. Кірмегенің қара жер, сауап болды. Біреуді атыстырып, зымиянды ойлағанша, сабақ оқысаң болмас бет». Бір ойым осылайша Жантасты табалап жетісіп жатса, екінші ойым төбемнен тас құлауын күткендей үрейлі халде. Қазір тақтаға сені шақырса қайтесің? Сен не деп сылтау айтасың? Сұлтан екеуміз балық аулап, қарақшылық өмірдің қамын жасаумен болдық демекшімісің? «Жақанов», деді мұғалім. Тағы бір қатерден жаным қалғандай, деп демімді шығардым. Менің байқауымша, әр мұғалімнің сабақ сұрау тәсілі әртүрлі. Мәселен, Майқанова тізімнің басынан төмен қарай қуалап сұрайды. Онысы біз үшін рахат. Өзіңе дейін неше оқушы қалғанын, сенен қашан сұрауы мүмкін екенін біліп отырасың. Ал Анфиса Михайловна өйтпейді. Алфавитті қуаламай, тәртіп сақтамай сұрайды. Қазір тізімнің басындағы біреуді атаса, одан соң соңғы жағынан біреуді атайды. Бүгін сұраған адамнан ертең тағы да сұрауы мүмкін. Қысқасы, ол кімнен сұрағысы келсе содан сұрайды. Оның ой пиғылын күн ілгері аңдау мүмкін емес. Менің ендігі бар үміт артқаным қоңырау үні болды. Шіркін-ай, сол сыңғырлап қоя берсе, жаным қалар еді-ау. Келесі жолы қысқы кешті қатырып жаттап келіп, бірінші болып айтар едім. Әне, мұғалімдер бөлмесінің есігі ашылғандай болды. Дәуде болса сол шыққан кезекші әйел. Жұдырықтай ғана сүйкімді сары жез қоңырау, соның қолында. Қазір сыңғырлап қоя береді. Жоқ, бұл шыққан кезекші емес көрінеді. Басқа біреу болды. Япырай, 45 минут уақыт ендігі өтсе керек еді ғой. Бұл мұнша неғып созылып кетті? Әлде кезекші әйел тысқа шығып кетіп, біреумен сөйлесіп тұрып қалды ма? Әне қоңырау. Жоқ, бұл арба екен ғой өтіп бара жатқан.
Жақановты зулатып айтып шықты. Бұның бәрі бүгін тез айтқыш болып кеткен екен. Мұғалім еңкейіп оған баға қойып жатыр. Жаным қылпылдап тырнағымның ұшына келді. Енді кімді шақырар екен? Қадыров. Төбемнен шатыр етіп жай түскендей болды. Не істерімді білмеген меңіреу халде орнынан сүйретіліп түрегеле бердім. Маңдайымнан бұрқ етіп суық терім шығып кетті. Шіркін-ай! Адам өмірінде сыпаттап айтуға тілің жетпейтін неше алуан бақытты минуттары бола береді-ау. Соның бірін мен дәл осы сәтте бастан кештім. Мен ләм деп үлгергенімше дәлізден қоңырау үні сыңғырлап қоя бергені. Жарайды, отыр, Қадыров. Сенен басқа жолы сұрайым, деді Анфиса Михайловна. Буын-буыннан әл кетіп, орныма сылқ ете қалдым. 18-ші тарауда. Повестегі ең кішкентай тарау. Мектептен келе жатып Сұлтанды көрдім. Біздің қашаға сүйеніп, қолына бүктеп ұстаған дырау қамшыны етігіне ұрғыштап, тықыршып, менің жолымды тосып тұр. Жоқ, тоғайға бүгін бармайым, деген ойға келдім. Сабақ оқиым. Ертең қысқы кешті жаттап баруым керек. Одан басқа да тапсырмалар толып жатыр. Қара көже, таста кітабыңды. Кеттік. Мен бүгін бара алмайым. Неге? Сабаққа дайындалам. Үйге тапсырманы сондай көп берді. Ой, қара көже, сол да сөз бекен. Жүрші, мен саған не әкелгенімді көрсетейін. Сұлтан мені қораға ертіп кірді. Торат байлаулы тұр. Жеп-жеңіл бүктеме шеті мылтық ердің қасында ілулі. Теңкиген былғары қоржынның екі басы тола картоп, нан, қанжығада дөңгелек қара шелекше. Міне, не керектің бәрін тауып әкелдім. Оқ дегенің жетеді. Сұлтан қалтасынан шүпілдеген бір қорап оқ алып көрсетті. 50 оқ. Тағы біреу 100 оқ тауып берем деп уәде қылды. Мен солқылдай бастадым. Мынаның бәрін көре тұрып, қалайша солқылдамассың? Онда біз кешке ертерек қайтып келейік. Мен үйге берілген тапсырмаларды орындауым керек. Жарайды, орындарсың. Тораттың сып-сып еткен аяңымен тоғай ішіне келіп кірдік. Қоян қырғауыл көрінсе, атпақшы болып Сұлтан мылтығын оқтап, дайын ұстап келеді. Бірақ сауысқаннан басқа ештеңе кездесе қоймады. Сұлтан екеуміз кезектесіп ат үстінен сауысқан атылай бастадық. Тигізе алмадық. Мынау міне, кешегі балық аулаған қара суымыз. Аттан түсіп, тал өңгірімізге кірдік. Торымызбен ұстаған балығымыздың барлығын кеше осында қалдырып кеткенбіз. Мәссаған, талға тізіп қойған балығымызды қи-сыпыр етіп, бір нәрсе түгін қалдырмай жеп кетіпті. Бас сүйектер мен қылтанақтың жұғын жұрнағы ғана шашылып жатыр. Не жеуі мүмкін? Етпе құс па? Қасқыр ма, түлкі ме? Басымызды қанша қатырып ойласақ та, байыбына бара алмадық. Әйтеуір, адам алмағаны ақиқат. Адам бүйтіп бүкіл балықты шекіле жемеген болар еді, және ол торды да қоса әкетер еді. Ойламаған жерден жолыққан бұл жағдай бізді секемдіре түсті. Шешініп тастап, тағы да тор сала бастадық. Міне қызық, кешегі өріп жүрген көп балық бүгін көрінбейді. Азайып қалғаны ма, жоқ әлде басқа жаққа ауып кетті ме? Еңбегіміз жанбады. Мардымсыз азғантай ғана балық ұстадық. Бірақ оның рахаты кешегіден артық болмаса, кем болған жоқ. Жылымсыған тұзсыз құр балықты отқа пісіріп жегендей емес, картоп турап, қатырып сорпа жасап іштік. Балық болса жоқ. Енді не күн көреміз? Дедім Сұлтанға. Қоян, қырғауыл аулаймыз. Ол да жоқ қой. Неге жоқ? Осы тоғайдың арасы толған қоян мен қырғауыл, тіпті елікте бар. Бірақ оларды не таң азаннан, әйтпесе кешкі салқында жайылымға шыққанда аулау керек. Күндіз олар қыбыр етпей, бұта-бұтаның түбінде, шіліктің арасында жатып алады. Біз мынаған келістік. Ертең күн сенбі, төсеніп жамылатын бірдеңелерімізді алып, қонаға осында келеміз. Түней жатып, кешінде тоғайдан аң аулаймыз. Түнде қара жолға шығып, қарақшылық істейміз. Жүргіншілерді тонаймыз. Келістік қой? Келістік. 19-ші тарауда. Бір сөзбен қызғаныш деп атаса да болар еді. Майқанова науқастанып қалыпты. Сабағы болмады. Бұған әрине біз пәлендей қайғыра қойған жоқпыз. Қайта жек көретін мұғалім ауырып, сабаққа келмей қалса, балаларда одан үлкен қуаныш бар ма? Кластың іші мәз-майрам, улап-шулаған дауысқа толып кетті. Добымызды алып, дүркіреп, волейбол алаңына қарай жүгірдік. Класта бірімен-бірі бақасы 2 команда бар. Орнымызға тұра қалдық та, ойынды дереу бастап жібердік. Егер сенбесеңіздер, келіп көрулеріңе болады. Мен волейболды жаман ойнамайым, ал бұл жолы ерекше бір шабытпен ойнадым. Талай қыңыр доптарды қиырдан қағып алып, жалт-жұлт етіп жан таппай жүрмін.
Мүмкін тобымен келіп біздің ойынымызға қыздар қарап тұрғандықтан осылай шығар. Жанардың алдында нашар ойнауға менің қандай хақым бар? Кейбір шебер қимылдарым өзге түгіл, өзімді де сүйсіндіреді. Бір рет қиын бір допты жығылып жатып алғанымды қайтерсің? Етпетінен 4 тағандап дік ете қалдым. Бірақ допты аспандата қағып та үлгердім. Ой, жарайсың, өліме қара көже! Жарайсың деген дауыстар жамырап кетті. Орнынан лып етіп тез түргелдім де қыздар жаққа көз салдым. Олар да мәз. Жанар, япырау, Жанар қайда? Мыналардың ішінде Жанар жоқ қой. Бағанадан бері мен Жанар қарап тұр екен деп жанымды пида етіп ойнап жүрсем, 8-8, тепе-тең, допты оң жақ береді. Доп беру менің кезегім екен. Аяқ астынан еңсемде әлдеқандай көңілсіздік басты да, қалай болса солай ұра салдым. Доп торға барып тиді. Ой, саған не болды? Не қара басты қара көже? Мұның не? Аш өзегіңе түсіп кетті ме? Қолымнан шығып кетті, деп сылтаураттым. Біздің команда ұтылып қалды. Мен ойнамайым, дедім. Орныма жүгіріп барып, басқа бір бала тұра қалды. Жанар қайда? Оның кластағы орнынан тапжылмай кітап оқып отыратын бір әдеті болушы еді. Қолымның шаңын шарт-шұрт қағып, мектепке қарай бет алдым. Кластарда сабақ жүріп жатыр. 7-ші кластың есігі сәл ашық тұр екен. Тарихшы Оспановтың дауысы саңқылдап естіледі. Аз ұлттар теңдік алғысы, өздерінің ұлттық қасиеттерін сақтап қалғысы келсе, бірігулері керек. Қорқау империалистер онсыз олардың дыбысын да шығармайды. Өзіміздің класқа кірдім де сілейіп тұрып қалдым. Көргеннен де менің мұны көрмегенім артық еді ғой. Класта Жанар мен Жантас екеуі ғана отыр. Басқа ешкім жоқ. Отырғанда жайдан жай отырған жоқ. Бір партада, Жанардың партасында біріне бірі тақала түсіп, әлдеқандай бір суретті журнал оқып отыр. Беріліп оқып отырғандары соншалық бастары түйісіп кеткен. Маған бір көз тастады да, екеуі өздерімен өздері бола берді. Оқып отырған Жантас еді. Не оқып отырсыңдар? Деп мен қастарына келдім. Назар аудармайды. Көзімді салып байқасам, олардың мұнша қадалып оқып отырғандары чех саяхатшылары Зигмунд пен Ганзелдтің Африка туралы жазған очергі екен. Барын салып мәнерлеп құбылтып оқиды. Жантас қу, Жанар оны ұйып тыңдап отыр. Не істерімді білмей, сілейіп тұрдым да қалдым. Ішімде әлдеқандай бір отты құйын көтерілгендей болды. Мен Жанармен бірде-бір бұлай отырып көрген жоқпын. Неткен ақмақпын десеңші. Сабақ болмай қалғанда өстіп қызық бір журнал тауып әкеліп, Жанарға оқып беріп бұған дейін ойыма неге келмеді екен? Жантастың қуын қараш. Жүр, волейбол ойнаймыз, деп Жантасты иығынан жұлқыладым. Сол кезде Жанар шытына қарап, қожа, бөгет жасамашы, дегені бар емес пе? Мәссаған, керек болса, мен оның аузынан осындай сөз естеймін деп ойлап бедім. Төбемнен ыстық су құйып жібергендей жидіп түстім. Өз орныма бардым. Портфелімді алып ақтара бастадым. Не іздегенімді өзім де білмеймін. Жүрегім дүрс-дүрс етіп қабына соғады. Мисызбын. Ештеңе ойлап табуды білмеймін. Қашанда басқалардың ісіне қызығып, қызғанып тұрам. Менің де басым жұмыс істейтін заман болар ма екен? Болмас па екен? Портфелімді орнына қайта қойып, сыртқа шығып бара жатырмын. Жанар мен Жантасқа әдейі қарамауға, оларға мен де назар аудармаға тырыстым. Дегенмен естен шыға беріп, көз қиығымды бір тастап өттім. Дәл осы минутта Жанардың да маған қабағының астынан сүзіле қарап қалғанын аңғардым. Көздеріміз бір сәтке түйісіп өтті. Қателеспесем, Жанар күлімсіреген тәрізді болды. Маған күлімсіреді ме, жоқ әлде тыңдап отырған очерктің қызығына елтіді ме? О жағын мен талдап пайымдай алған жоқпын. Жанар күлімсірегенде мен ашу шақырып, қабақ шытқандай бір қыр таныттым да есіктен шығып кеттім.